Сәлем достар, бүгін біз картошка фри жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен ашып тазаланған картопымызды таяқша тәрізді етіп тураймыз. Картопымыздың қалыңдығы 5 мм көлемінде болу керек. Бәрін бірыңғай қылып турап аламыз. Тура дүкендегі картоп фриге ұқсап шығады. Жасап көріңіздер. Дәмі ерекше, өзіңіздің қалауыңызша дәмдеуіштер қосып жасауыңызға болады. Осылай барлық картопымызды турап алып, пакетке саламыз картопымызды. Үстінен керегінше паприка, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып аламыз, ыңғайлы болады пакетке салған өзімізге. Одан қызып тұрған майымызға картопымызды салып, қызарғанша қуырып аламыз. Осылай өте дәмді қытырлақ картоп фрейіміз дайын. Жасап көріңіздер.